Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Мінекей біз өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз, және де бүгін біздің студиямыздың қонағы Көпжасаров Дамир Сағындықұлы, негізгі қызметі Ақтау қаласында Бузачи Оперейтинг ЛТД компаниясында геолог маманы. Ақтөбелік бауырымыз бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіз біріншіден. Бұған қоса, қоғамдық жұмысты да тастамаған азамат, Ақтөбе қаласының Аманат партиясының бірлік бастауыш партия ұйымының төрағасы, Ақтөбе қаласының қоғамдық кеңес мүшесі. Ал енді студиямызға қош келдіңіз біріншіден. Ақжайық сізге таңсық жер емес секілді, иә? Осы жақта қайын жұрттарыңыз бар. Оны да біліп алдық. Бірақ дегенмен де біздер мына соңғы Ұран жобасында жиі көтеріп жүрген мәселелердің бірі мына қарапайым қызметтегілер, қарапайым мамандықтардың дәрежесін көтеру, ол туралы жиі насихат айту. Себебі өзіңіз білесіз, президенттің 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялағанын өзіңіз білесіз. Сосын енді қарапайым қызмет, жұмысшы мамандықтардың бел ортасында жүреді, бірақ қоғамдық істерден де сырт қалмайтын спикерді тау оңайға соққан жоқ. Енді Ақтөбеден алдыртып отырғандай болып отырмыз ғой. Бірінші сауалымыз. Осы қазіргі жастар, қазіргі жаңа мамандықтың иелері не себепті жоғары оқу орындарына көп көңіл бөледі де, жаңағы кабинетте отырып жасайтын қызмет, жалпақ тілмен айтқанда сондай мамандықтарға өсте, қарапайым дәнекерлеуші, мұнай-газ саласындағы қызметтер, геология саласындағы қызметтегі мамандықтарға көп жағдайда бармайды. Осыны ара-жігін ашып алайықшы, бізге қызығы осы болып тұр қазір. Ал біріншіден Бағдат бауырым, көп рахмет осы Ұран YouTube каналына шақырғаныңыздарға, және де мен өзім де осы YouTube каналын әрдайым, әр қойылымда несін көріп, қарап отырам. Белсенді подписчик деп айтайын. Соның бірі. Лайк басып отырасыз, пікір жазып отырасыз. Көп рахмет, байқаймыз. Сол сияқты бірінші сауалға келетін болсақ, әрине біздер жалпы мамандық, енді адам баласы екі заттан қателеспеу керек дейді. Біріншісі мамандық, екіншісі жар таңдаудан. Сол сияқты біздерде көбісі, енді еркін айтуға болады, өйткені мен мұнай саласында 18 жылдан астам тәжірибем бар. Соның ішінде жаңа сенің сауалыңа келетін болсақ, жұмысшы, мысалы геология дейсіз ғой, инженерлік жұмыстар, олардың барлығы өте аз. Алғашқысында біздер студент болған кезде 2002-2006 жылдары ол кезде мұнай қарқынды жүрді ғой. Сол кезде мамандықта да көп болды. Соның өзінде де, мысалы статистика есептейтін болса, менің өзім группаластарым осы бірге оқыған студенттер 10-15% қазір сол мұнай саласында жүр. Қалғандары басқа мамандыққа дауыстар жіберді. Енді олардың ары қарай енді өздерінің себептері бар шығар. Басқа салаға кетіп қалғандар да бар. Басқа салаға да кетіп қалды. Ал мен өзім алғашқы 2002-ден бастап осы 2006 жылы осы Орал өңірі неге маған ыстық, өйткені мен осы қалада 20 жылдан астам тұрдым. Енді өзім Ақтөбе облысы Қобда ауданынан дүниеге келдім ғой. Сол студенттік шағым осы жақта болды. Осы колледжде 4 жыл, және де жоғарғы Батыс Қазақстан агротехника университеті Жәңгір Хан атында 3 жыл. Бұл енді жоғарғы білімге, жоғарғы білімге ауыстым, сода оқыдым. Соның өзінде біздерде мұнай саласында студенттер өте көп болды. Содан бір студент бар, менің группалас сол мұнай саласының ар жағы мұғалімге ауысты. Сол кезде солмен әлі де хабардармыз. Қазір айтады, статистика өзгерді дейді. Бұрын 2006-2010 жылдары студенттер мұнай саласында өте белсенді студенттер болды, білім алып, қазір өте аз дейді. Өйткені мұнай саласын енді қазіргі дәуірді білесіз ғой. Қазір енді мұнай дәуірі емес. Енді біз былай қарасамыз 18 жыл IT-технологияның уақыты ауысты. Жасанды интеллект барлығына осыған ауысқандықтан да мүмкін сол қазіргі заманға сай
адамдарда балалардың да мамандығы да ауысты деп ойлаймын. Енді иә, алғашқысында өзгерді мұнай саласында, бірақ екінші мамандыққа ауысқа келді. Енді мен өзім сол бір мамандықты ұстадым, әлі де сол мұнай саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Саладан табан аудармай қызмет жасап жатырсыз. Ендігі мәселе, жаңа айттық қой, жалпы осы мамандықты таңдауға не себеп болды? Енді бұл мектеп жасынан жоспарладыңыз ба, ата-анаңыз кеңес берді ме, я достарыңыздың бағыттауымен бардыңыз ба? Дұрыс сұрақ. Менің әкем тікелей себепкер, өйткені ол 45 жылдан астам сол мұнай саласында жұмыс істеп келе жатыр. Әке жолын қуу бір жағынан жалғау, иә? Енді бірақ оның мамандығы мұнайшы емес, өзі дәнекерші. Осы дәнекерші, бірақ сол салада мұнай компаниясында жұмыс жасап келе жатыр. Мына соңғы 63 жасқа дейін зенит жағына мына Жайық мұнай компаниясында бітірді. Сол Жайық мұнайда 20 жылдан астам жұмыс жасады. Ода Ақтөбе Қытай компаниясында жұмыс жасады. Сол мұнайды көргендіктен, мүмкін бала кезімізден мұнайды айтқандықтан да мүмкін сол жолға біздер де кеткен шығармыз. Бірақ десе де өзгертуге де тура келетін еді. Бірақ мен оны өзгерткен жоқпын. Өйткені өзімнің де бір атамда да бір мамандықтан иесі сол мамандықтан келе жатыр. Әкем де мысалы дәнекерде 18 жасынан бастады, сол зейнетке дейін сол дәнекерден шықты. Қазір зейнеткерде болса да ол өзінің әлі де өзінің мамандығын жұмыс жасап жатыр әлі де. Сол сияқты мен мұнай саласында әлі де 18 жыл жұмыс жасап жатырмын. Бірақ мен алғашқы сенің сауалыңа келейін. Жаңа жұмысшылар неге келмейді осы мамандыққа? Жаңағыдай ғой, мана айтып кеткендей, мұнай саласы өте аз. Сол сияқты жұмысшылар. Қиын ба сонша? Қиын емес. Енді қиындығы бар ғой, әрине. Өзіне тән дейсіз ғой. Иә, ол енді мұнай саласы екіге бөлінеді. Біріншісі қалада жұмыс істеу, офис саласында. Жаңағыдай өзің айтқандай костюм шалбар киіп, офисте инженер кеңседе отыру. Екіншісі мына 14 күндік вақтылық жұмыс. Енді көбісі былай пайыздық мөлшерде есептеген болса, вақтылық мұнай саласында вақтылық жұмысы өте көп. Сол сияқты мүмкін сол вақтылықтан қашып шығар. Десе де енді жұмысшылар бар, бірақ аз. И соның ішінде тапшы мына геологиясында, барлау жұмысында, мұнай саласының инженерлік жұмысында өте тапшы. Жаңада біз статистика жүргіземіз ғой, соның өзінде де компанияда біздер кадрлық бөлімге хабарласамыз ғой, соның өзінде айтады, жұмысшылар бар дейді, дәнекерші, бірақ бізде тапшысы дейді, мына геология саласы, инженерлік саласы, солар өте аз дейді. Сол сияқты мүмкін олардың да мысалы жаңағыдай айтып кеткендей заманға сай мамандықты ауыстырған шығар, мүмкін олар жеңіл жұмысқа ауысқан шығар, мүмкін өздерін жаңа себеп түрлі ғой дейсіз. Себептер әртүрлі. Бұл жерде бір атап өтетін факт бар. Жаңа Дамир бауырымыздың айтуы бойынша әкенің жолын жалғау мақсатында ниет болған ең бастапқы кезде бұл да бір үлкен іс, себебі қазіргі уақытта әке жолын жалғап, соның игерген мамандығын әрі қарай жалғап баласына үйретіп жатырғандар өте аз. Бұл енді династиялық дейді ғой. Сондықтан да үлкен құрмет, әкеңізге де сәлем айтыңыз, осындай бала тәрбиелегені өте дұрыс болған. Және де өзі бағыттап, мысалы көп бала мектеп бітіргеннен кейін қайда барарын білмей, жалтақтап жүреді, не таңдарын білмей. Сосын сәйкесінше жаңағы айтқан жар таңдау мен мамандық таңдаудағы қателіктер содан кетеді, себебі жас адамды бір жаққа бағыттамаса, нұсқамаса қиындау ғой. Тамаша, өте тамаша. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, мұнай компаниясында 20 жылға жуық уақыт, асты. 18 жылдан астам. Жақындады 20-ға. Жалпы біздің өзіміздің қаракөз қазақтар қандастарымыз ғой енді. Мен естуім бойынша, мысалы, мен ол мұнай компанияларында болған жоқпын, қызметте де болған жоқпын, жалпы да көп бармаймыз, жол түспеді. Біздің қаракөздердің жақсы мамандықтарды игерген, технологияны игерген, жаңағы айтқан геологияны игерген аз ба? Аз емес, баршылық бар. Қандай компания, мысалы, мұнай газ, мысалы, біздер оператор дейді, заказчик дейді, заказчик бар, сосын оларға қосалқы компаниялар бар, мына подряднар, мердігерлер мекемелері. Біздер мысалы енді қазірдің өзінде мен мына Маңғыстау облысы Ақтау қаласында Бозаш кен орнында жұмыс жасаймын. Оның өзі мысалы акционерлер 100% Қытайлар компаниясы, біреу CNPC, SNLC. Олардың өзінде басында ең алғашқысында келгенде, мысалы мен өзім ең алғашқы студент бітіріп келгенде бізде Қытай компаниясы шетелдік мамандықтар өте көп болды.
мына қазіргі есептейтін болсақ, олар азайды, бірақ оның орын осы жергілікті азаматтар басқарып отыр. Бұл неге қойып отыр? Наразылық көп жағдайда қызметкерлерден, жұмысшылардан, жаңа басшылық қызметте шетелдіктер болады, неге біздің жігіттер болмайды деген. Енді ол алғашқысында қазіргі жағдай өзгерді, өзгерді, иә, біраз. Қазір былай есептейтін болса, мысалы бізде 950-ден астам мысалы жұмысшылар бар. Соның 5-10% тек қана қытайлар. Өзге. Енді геолог ретінде қызмет жасап жатырсыз ғой. Қаныш Сәтпаевты білесіз өзіңіз, қазақтың қанышын. Бастапқы кездерде өзі бір заң саласында қызмет еткен, солған білім алған, жақсы қызметте болған лауазымды адам бір уақыттар отырады да 90 градусқа өзінің ой тұжырымын өзгертеді де, мына ұлан-ғайыр жатқан қазақтың даласын, астында байлық бар, оны бір зерттеу керек, оны ертең болашақ ұрпаққа аманаттап тастау керек, ертең елдің экономикалық, әлеуметтік жағдайының жақсару үшін осы керек деп, қазір мына заңды, соттық жұмысын ысырып қояды да, ана салаға кетіп қалады. Былай қарап тұрсаңыз, жақсы қызметін қимай жүргендер де бар ғой қазір, креслосына тісімен жармасып алғандар. Ал енді мына қазіргі жастар көп жағдайда сол Қаныш сияқты жанкештілікке неге бармайды, неге жаңағы қарапайым жұмысшы мамандықтар таңдамай жатады деп ойлайсыз? Бұған не себеп? Материалдық жаңағы жалақының жақсы болуын меңзей ме? Былай қарап тұрсаңыз, мұнайшы, геолог болуда жақсы табыс табуға болады ғой, иә? Осы турасында. Мысалы, менің өзімнің қазіргі тұлғамның бірін айтып кеттің. Ең бірінші менің тұлғам Абай Құнанбаев. Бүкіл Алталашқа. Бұл жалпы қазақтың, көп қазақтың бетке ұстар, бағыт алатыны Абай ғой. Абай, оның сөзі де, өзі де, ісі де жазған бүкіл енді туындысını өзің білесің. Бірден бір мен сол Абайдың сөзін оқып, соған еліктеген қазақтың бірімін. Екіншісі барлық Алталашқа тағы да Аян, бәріне де Бауыржан Момышұлы. Оны енді батырлығы, оның ерлігі, оны айтып, тіпті бүкіл ақын жазушылар жазып отыр ғой. Үшіншісі тұлға, міне өзің айтқандай, Қаныш Сәтпаевты айтып кеттің. Қаныш Сәтпаев кәдімгі осы біздің алғашқы академик, ғылымның атасы деуге болады. Қазақ ғылымының атасы деуге келетін бұлар, иә. Енді неге ол мысалы соттан геологияға ауысып кетті деген арасында сұрақтарыңыз бар, иә? Бірақ мен ойымша ол әрбір бала, мысалы мамандық таңдаса да, сол жаңағыдай менің әсер еткен өзімнің әкем. Сол сияқты айналасы, я болмаса әкесі әсер етеді. Оның әкесі қалай әсер етті? Оның тәрбиесі, қазаққа ұл болу, адам болу, ол сол кезде мысалы сот болу дегене, Абайдың да алғашқы сөзі бар ғой. Сот болайын ба, әкім болайын ба, не болайын ба, ең соңында қолға қалам алып, бірінші қара сөзінде мысалы қолға қалам алып, мен осыға тыныш дейді. Ол мысалы 18 ата сұлтан болған баласы ғой. Мысалы ол әкім де болады, сұлтан да болады, барлығы да болады. Медресе оқыған бала, ең соңында ол өзінің ішіндегі рухани, ішінде не сұрап тұр? Ол осы және қазаққа қажетті дүниелерді айтып кетейін. Жаңағы бар ғой, қара сөзінде айтатын, жазайын, қажеттілігіне қарайтын адам оқыр, оқымаса өзі біледі дегенге келеді. Бірақ ол айтса да, ол ішіндегі рухани, ол қазір тек қана қазақ. Ал енді сол қазақтың асыл Абайы жазып кеткен қазір қара сөз қаншама тілге аударылып, әлемдік деңгейде жетті. Былай қарап тұрсаңыз, біздің философ, ақын, ағартушының бір дәптерге, қойын дәптерге жазған пікірлері ғана, салмағы қандай дейсіз, ол өте дұрыс. Сол сияқты жаңа Қаныш Сәтпаев туралы айтқаным, сол мамандық мысалы ол кезде сотшы болуда мүмкін ол қорыққан шығар соттың да. Әкесі де болыс болды мысалға, иә. Ал геологияға неге ауысты? Өйткені ол сол кезде барлық жерлерде, мысалы мына біздің Ресей империясы болды ғой, соның ғалымдары болды. Көптеген ғалымдары сол геологияны бастады. Сол кезде мен ойлаймын, қазір сол өзі бастады. Сол алғашқы ғылым. Егер де ол болмаса, ғылымның атасы кім болады деген сияқты ғой сауал. Сосын жаңағы Қазақстанның қазіргі ғалымдары геологиялық картаны пайдаланып жүрген, қазіргі істе қолданыста жүрген сол кісінің еңбегі екен. Әлі күнге дейін сол кісінің бағыт бағдарымен жұмыстан жүрді. Енді бұл енді
былай қарап тұрсаңыз, өзі дүние салса да, еңбегі өлмей, елдің игілігіне қызмет етіп жатыр дейді ғой. Енді сол 1000 жылдық, 100 жылдық тұлғаларымыз ғой. Жақсы, енді мына сіздің қоғамдық жұмыстарыңызға қатысты сауал қойғым келіп отыр. Енді партияның бірлік бастауыш партия ұйымының төрағасы болу дегеніңіз енді саясатқа бір табан жақын елдегі сондай қызмет қой. Бұл жағы неғып қызықтырды? Мысалға, енді жалпақ тілмен айтқанда, мұнайшы ретінде жағдайыңыз жаман емес, жұмысыңыз жүріп жатыр, ал енді қоғамдық жұмысқа кірісудегі мақсатты айшықтайық. Неге қоғаммен байланысты болды дейсің ғой? Көп жағдайда жаңағы қызықтырмайды ғой. Мысалы, сварщик достарым бар, қойшы саясатыңды дейді. Сваркымды білем болды. Өте өзекті мәселе. Жалпы мен алғашқысында жаңада айтып кеткендей, мұнай саласы қызықты ғой. Енді әлі де мен енді жұмыс жасай беремін ғой. Енді сол өзімнің өйткені мамандығым болғанша. Мысалы жаңағыдай президенттің айтуы бар ғой, әр адам мысалы өзінің мамандығымен нетсе, ол мысалы немістер қандай Германияға барсаң, неге Германияда мысалы барлығы өз уақытымен, өзінің заттары бәрі нық, заттарының өздері бір мықты. Өйткені әр деталды түрде мысалы олардың өзінің мамандығы бар да. Мысалы ауысып кетпейді. Бізде мысалы ауысып кетеді ғой. Сол сияқты мен де сол өзім мамандығымда тұрдым. Яғни бұл мамандыққа деген адалдық. Адалдық. Сол сияқты мен өзім мамандығыма осы адалмын. Бірақ енді әрине болашақта енді ол тоқтаса, мұнай тоқтаса енді біздер де ауысып кететін шығармыз десе де, ал жаңа сұрағыңызға келетін болса, қоғамдық жұмысқа неге белсене атсалыстыңыз дегеніңіз ғой. Мен өзім енді ең алғашқысы айтып кеткендей Абайды оқыдым ғой. Сол сияқты сол әр жастың өзінің несі бар да. Мысалы 20 жаста бала білім іздеп жүреді ғой. Білім іздеп, білім алғаннан кейін не істейді? 30 жасқа дейін орда бұзу керек. Орда деген яғни бір нәтиже шығару керек. Бір нәтиже шығару керек. Ордасы сол жаңағы шаңыраққа ие болу, балалы шағалы болу, білімін толықтырғаннан кейін не істейді? Ол көбейеді, ортасына әсер етеді. Ал біз 30-дан кейін мына 40-қа енді қамал алатын жасқа келдік қой. Енді сол сияқты мен өз-өзіме сұрақ қойдым да, мен осы Аманат партиясына қоғамдық жұмысқа мен 2022 жылдан бастап кірдім. Енді ол енді сен 40 жасқа келгенде бір сәт келсең, ол түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бірақ оған дайындық керек. Жетілу керек. Сол сияқты мен өзім дұрыс айттыңыз, егер де мен тек қана қаражат мәселесі материалдық тұрғыда ойлайтын болса, мен мұнай саласынан өте толыққанды материалдық тұрғыдамын. Ал қоғамдықта мен осы Абайдың сөзіне тоқтала келе 40 жаста қамал бұзу деген сияқты неге мен қоғамдықпен бірге жұмыс жасамасқа, осы өзімнің өңірімді Ақтөбе қаласында қазір тұрып жатырмын, көркейтуге, ат салысуға, көмек беруге, мүмкін түсінбей жатқан өзімнің мүмкін өзгелердің де көмек қол ұшын беруге, я болмаса мына Ақтөбе облысы болсын, Ақтөбе қаласы болсын, Батыс Қазақстан облысы, кейбір мәселелердің оң шешімін табуға ықпал ету, ықпал ету ретінде мен Аманат партиясына кіргенім соншалық, мен белсенді, ол жақта мен мүше болып жүрдім. Мүше болып жүргенде мен атсалысып жүрдім. Барлық бағдарламаларына қатысып жүрдім. Жаңағы жер аманаты бар, бақытты отбасы деген бағдарламаға көп қой. Мен соларға мен белсенді қатысып жүрдім. Бірақ қатса маған мен көп деген зерттеулер жүргіздім. Жай ғана емес, ол анализ жасау. Мындай да жұмыстар бар екен. Неге мен қоғамдық, мен 14 күн өзімнің жаңа геология саласында жұмыс жасай тұра, 14 күн мен отбасымен де жұмыс жасауға болады. 14 күн. Жоқ, отбасыммен мен бәрібір де мен өзім көңіл бөлем. Қайда болсаң да мен әйтеуір жатар орным сол отбасыма барам ғой. Десе де мен 1-2 сағат болса да мен елдің арасында жүрейін. 14 күннің 10 күнін мен қоғамдық жұмысқа мен белсенді қатысуға тырысамын. Сол мына Аманат партиясы 2022 жылы бастадым. Қызығушылығым көтерген соншалық. Міне 2025 жылдан бастап 1 сәуірінен бастап мына Ақтөбе қалалық мәслихатта қоғамдық кеңестің мүшесіне тағайындалдым. Мәслихат жанындағы. Мәслихат жанындағы. Берекелі болсын. Дұрыс, жаңағы айтып отырған қоғамдағы жасалып жатырған жұмыстардан сырт қалмай, тек қана жаңа қазған жерін, мұнайыңды ғана білмей, қоғамдық жұмыстарға араласып жатқанда біраз жасқа үлгі болу тиіс деп есептеймін. Біздер енді бұл жерде неге біздер осындай бір қарапайым жұмысшы
мамандықтарды дәріптеп отырмыз. Неге біздер мамандық деген тақырыпқа Ұран YouTube арнасы бірнеше шығарылымын арнады. Себебі жаңағы Дамир бауырымыз айтып кеткендей, басында мамандық таңдаудағы қателік ертеңгі сенің өміріңнің барлық деңгейінде әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан да бұл жерде мұқияттық керек. Ал енді біз қазақы контентті дамытып идеологияға аз да болса қызмет етіп жүргесіндағы бұны жиі айта береміз. Дұрыс. Жалпы мына Ақтөбе туралы айтып өттіңіз ғой, көршілес облыс. Жаңағы айтамыз, біздер енді Атырау, Ақтөбе деп осы Маңғыстау әрі кетсе көршілес Батыс легионы деп айтамыз ғой. Біраз біздің мықтыларымыз сол шекараларда, сол облыспен сіздің жақтарда ат тұяғы тиіп өткен. Сондықтан да тарихымыз бір, діңгегіміз бір. Жалпы Ақтөбе облысындағы жалпы ахуал қалай? Шақырып әкімдеріңіз, бізден шыққан әкім, біздің елдің азаматы, батырларымыз. Жақында Инстаграмды қарап отырсам, мына Ақтөбе мен Қостанайдың ортасындағы жолды ма бір нәрсені қатты талқылап жатыр. Енді ана мердігер компанияға бір жақсылап таяқ жейді ау деп ойладым. Қалай жалпы әкімдеріңіз? Асхат Жақаров енді ол облыс әкімі. Білеміз ғой. Ол енді біздің облысқа салып жатқан еңбектерін де бәрін де біз бақылап отырамыз. Бірақ десе де мен енді тікелей ресми айтатын болсам, мен енді Ақтөбе қалалық қоғамдық кеңестемін. Біз Азамат Бекетпен жұмыстамыз. Ал Асхат облысы енді облысты да кеше ғана енді отбасымен Астанаға барып келдік. Сол кезде мен енді жаңа серуен дегенмен бірінші қоғамдығымды бірге алып жүремін ғой. Сол сияқты жаңа жол мәселесі, жаңа айтып кеттің ғой өзің. Дәл сол жол мәселесі мен өзім көзімен көргенмін. Қостанайға бара жатқанда. Ол жақта ремонттар шын мәнінде қиын жағдай. Соның ішінде мына Ақтөбе облысы. Бірақ десе де ол тоқтап қалған жоқ. Ол әлі жұмыс жүріп жатыр. Тек кешігіп жатыр, Кешігіп жатыр, Соны айтты ғой әкім. Кешігіп жатыр. Ол мердігерлер өзінің ескертуін алды. Олар енді ары қарай жұмысын жасайды. Өйткені біз қоғам кеңес ретінде, бізде енді Ақтөбе қалалық қоғам бар, облыстық қоғам бар. Жоқ, ол деңгейлерді біліп отырмын, Дәке. Менің жалпы сенің азамат ретінде, Ақтөбенің тұрғын ретінде әкімге беретін бағаңызды ғана сұрап отырмын. Баға тек қана енді халық береді. Ал егер тікелей сіз халықсыз ғой. Тікелей енді көпшілік халықты, сіздің көңіліңізден шыға ма? Шығады. Жақсы, сәттілік тілейміз Асхат Берлешұлына. Ендігі кезекте мынандай сауал. Мына біздер көп жағдайда қазақ жастары туралы жиі айтамыз ғой. Қалалық деңгей болсын, облыстық деңгей болсын, бұл тап қатты маңызды емес, бірақ мына қазіргі қазақ жастарының аяқ алысы дейікші, бағыты қаншалықты көңіліңізден шығады? Енді сізде енді 40-қа тақап қалдыңыз, жаңа өзіңіз айттыңыз, 30-да орда бұзбаса 40-та қыр аспайды, қамал алмайды дейді. Қазақ түрлі жағдайда айтады. Қазіргі жастардың бас қондырысы ұнай ма жалпы? Әртүрлі. Ол да жаңағыдай 100% айта алмаймын. Біздің халық жаңағыдай қоғам жастары былай кетіп бара жатыр. Әркімнің өзінің таңдауы бар. Жақсы, оның бәрі түсінікті. Жалпылама айтам. Жалпылама. Алаңдата ма? Егер ол мысалы жаңағыдай, егер де мына IT саласы болса, мамандық болса, алаңдатпайды. Өйткені қазір жастарымыз бізде ақылды. Былай айтқанда, біз жастардан сұрайтын болдық қазір кейде, қай мамандыққа түсейік деп. Мысалы, менде 3 балам бар ғой, соның алғашқысы енді 9-шы класс бітіріп жатыр. Сонда да маған алаңдату бар. Соның өзінде кейде мен әке ретінде алаңдату мамандыққа мен қазір ойланып қалам. Сол кезде мысалы мен өзім балдарым, қыздарым мамандыққа олар еркін айтылады. Ол мамандық былай ғой деп. Сол кезде кей сәттерде жастардан осындай мамандық келгенде, таңдауға келгенде мен олардан қуанам. Кей сәттерде мысалы жастарға мысалы бір мамандықтар бар, қандай да бір мәселелер болса, қарама-қайшылық түсіп қалса, сол кезде алаңдату болады. Мысалы қазір ауыл шаруашылық, мысалы ауылға біздің жастарымыз бара қоймайды. Ал мысалы неге? Мысалы мал шаруашылығы бар, егін шаруашылығы бар, егер де оларға бармаса, ертең болашағымыз кім болады? Ата кәсібіміз ғой. Ата кәсібіміз. Егер де біздер сол ауылдан қашатын болсақ, қазіргі жастар одан қашатын болса, қалаға шоғырланғанда не пайда дейсің ғой? Ал егініміз, етіміз, малымыз кімге қалады? Сол мәселелер кей сәттерде мен алаңдататын жастарды.
Жалпы өзіңіздің балаларыңыз енді алды 14-15-ке келіп қалған болар. Ертең мамандық таңдағанда мен әкемнің жолын қудым, сен менің жолымды қуасың деп талап қоймайсыз? Жоқ. Өзі таңдай ма? Өзі таңдайды, әрине мен енді атсалысуға тырысамын. Бірақ енді оның мамандығына жалпы жаңағыдай ғой, біз кейде мамандық таңдау деп тақырып басылып кетті ғой. Кішігірім айтып жіберейін мамандық туралы. Қазіргі былай айтып жіберейін, қазіргі ата-аналарға мен айтатыным. Мамандық таңдағанда біздер ақшаға, материалдық тұрғыда қараймыз. Я болмаса қазіргі трендте бай бастық болсын, билік алсын қолына, әкім болсын дейді шауып шыққанда, ауылдың әкімі. Бұрын біздің аталарымыз қалай таңдады? Бұрын неге бізде 100 жылдық, 1000 жылдық тұлғалар шықты? Өйткені біздің әке-шешелеріміз біздің баланың мінезіне, құбылысына, ісіне, яғни көрпесіне қарай көсілу керек. Ыңғайы жаққа қарай. Ыңғайы жаққа қарайды. Мысалы, бала сөйлеп тұрады, ақындығы болады, мысалы, ол журналист болуы мүмкін, я болмаса ол ақындығы, ол бөлек, жазушы болуы мүмкін, ол қоғамдық мәдениет саласына кетуі мүмкін. Оны біз келеміз де қинайтамыз да, юридический, я болмаса экономикаға басқа тығып жібереміз. Бірақ ол мамандық бухгалтерия болса да ақшаның қасында болды. Сол сияқты ол мамандыққа да, мысалы, баласы мен әкесі, енді әкесі біледі ғой, басқа әке шешесі біледі оны. Қандайға оның икемі бар, ыңғайы бар, соған қарай бағыттау керек. Соған бағыттаған дұрыс деп ойлаймын. Өте тамаша. Ата-аналарға да құлақ қағыс болу керек. Бұл жерде мамандық таңдауға келгенде балаңызды жаңағы өзіңіз бағыттап, желкелеп, желкесінен ұрғылап, сен қалай да осы боласың емес, балаңыздың ыңғайына қарай, тәбеті тартқанына қарай бағыттау керек дейсің ғой. Көп рахмет. Енді жаңағы айттық қой, біраз әңгімені айтып тастадым. Енді отбасыңыз туралы да айттыңыз, әке жолын қудық. Өзіңіздің жеке отбасыңыз туралы да айтып өтіңіз. 3 балам бар дедіңіз, жолдасыңыз осы жақтан деп бағдарламаның басында айтқам. Кішкене бір қысқа 1-2 минуттық. Отбасы туралы. Өзім, сол оқу бітіргеннен кейін 2010 жылы жасым 23-ке келді. Ол кезде бұрғылау компаниясының инженер бұрғылаушысы болып жұмыс істедім. Содан енді крутой жұмыста болдыңыз ғой енді. Енді крутой емес, сол маман енді мүмкін деп ойлаймын. Бірақ сол кезде енді жалпы мамандықтың бәрі крутой. Мамандықтың, егер де сол мамандыққа ие болса, бәрі крутой. Мен неге крутой деп отырмын? Себебі мектеп кезінде өзімде мұнайға барғым келген. Шама шарқым келгенше білем ғой ақшаның қайда жатқанын. Бірақ енді елімізге жұқпағандай, маған да мұнайдан бір тиын жұққан жоқ. Бірақ енді салғасып қазір алдарыңызда журналист, журналистик саласында жүрміз оғанда шүкір. 23 жасында отбасын құрдым. Алғашқы қызым. Жолдасыңыз туралы айтыңыз, енді жақсы еркектің артында мықты әйел тұрады. Және тек тұрмайды, миын ашытып тұрады дейді ғой кейбіреулер, сол сияқты. Енді мен итермелеп, не де болса сен аманаттың қоғамдық жаңағы ұйымына кір деп бағыттаған әйеліңіз емес қой да? Жоқ. Өзіңіз бе? Өзім, енді мен қазіргі енді өзің шақырып отырғасын, мысалы, енді қоғамда қалай жүргенін мен білмеймін, енді олар біледі ғой. Десе де сол адамның арқасы деп ойлаймын. Қазіргі мына көйлегімнің тазалығы, жағаңыздың кірлемегені, сол мен оны айтып та не керек. Бастапқы кезде біреулер айтады дейді ғой, жоқ мен тыңдатам, айтқызам деп, содан кейін бір 30-40-қа жақындағаннан кейін сыйлаймын ғой, сыйлағасың ғой деп айтады, жұмсарады дейді. Бір жағынан жаңағы не үшін сұрап отырмын отбасылық жағдай. Қазір жастардың арасында тағы бір проблема бар. Отбасын құру ысырып қояды да мамандыққа. Болмайды, себебі жаңағы өзіңіз айтқандай 30-да орда болсаң, содан бастап адамның жаңағы потенциалы өзгереді, ой танымы басқаша болады да, отбасын құрған адам сенімдірек қызмет етеді, себебі артында отбасы бар, ол адам ат үсті қарамайды мәселелерге, себебі оның бала шағасы бар деген сияқты түсінік қой. Сондықтан да бұны да біздер идеологиялық тұрғыдан пайдаланып отырмыз. Мамандықпен бірге жаңағы отбасын ертерек құрып, балалы шағалы болып, соларға бағыт бағдар беретіндей де ер азаматтық қабілет болу керек. Солай ғой? Дұрыс. Келісесіз бе? Келісемін. Ал енді бір жарты сағаттай уақыт өтіпті. Егер бір 90 сөздің тоғықтай түйіні болса, түйіндеңіз, сонымен аяқтайық.
Жаңағы сұрақтарыңызға енді көп рахмет. Бірнеше мәселелерді басын ұрдық. Енді жаңағыдай отбасы дедік, мамандық туралы дедік, кішігірім мен айтып жіберейін. Жалпы өзімнің жаңа мамандықтан гөрі мен қоғамдық жұмыста да жүрмін, және де кей сәттерде мына біз мектепке де мен атсалсам, мектептерге мына ата-аналар несі болады ғой, жиналысы. Комитеті болады. Иә, комитеті болады. Енді мен комитетте емеспін, десе де мен балдармен кездесем. Осы Инстаграм екі парақшамды қарайтын болсам, мен бірнеше рет оқушылармен кездестім. Соның ішінде мамандықты қалай таңдауға болады деген. Жиындардан, сол кезде мен соны да мектеп директорынан рұқсат алып, сол оқушылармен неге мен олармен қазір байланыстамын. Мен ата-ана ретінде, қоғам ретінде өзімнің білімімді, ілімімді салғым келіп жүрді. Содан бастадық. Мен қазір кішігірім болса да, сол мектеппен де қазір осы жыл бастадық. Сол нені. Яғни бала тәрбиесіне де енді мен өзімнің енді отбасыма балама да енді әрине мен әке ретінде, ұстаз ретінде енді неге мен осы оқушыларға мектепке атсалыспаймын деп. Тек қана отбасының шеңберінде ғана емес, сол мектепке де мен қазір бастадым. Осы жылы бастадым. Қанша кездесу болды мектептерде? Бір 2-3 кездесу болды. Қалай қабылдау балаларды? Қабылдау өте керемет болды. Енді қызым сол 8-ші класстан бастадым. Бірақ мен өзім енді қазір 6-7 класс оқушыларына баруға болады, бірақ оның әрине мамандық туралы әлі бала ғой. Сол сияқты мен қазіргі өзімнің ар жағындағы ойым мына мектепке 8, 9, 10, 11-ші класстарға осындай кішігірім лекция жүргізу, ол ата-ана ретінде, қоғамдық ретінде кішігірім лекция жүргізсек, мына мамандықты қалай таңдауға болады. Мысалы, болашақтың, мысалы, әке институты бар, әже институты бар. Біздер оның бәрін қалып қойған. Біздер қазір не істейміз? Бала тәрбиешісіне береміз. Бала тәрбиешісі кім? Ол ақшаға жұмыс жасайды. Енді мен оларды жамандамаймыз, бірақ дегенмен де өз баласындай тәрбиелемей, жаңағы тарихтан тағылымды ой тербемейді. Жеңіл-желпі тәрбие, иә? 1000 жылдық, 100 жылдық абайлар қайдан шықты? Өзінің ата әже институтынан шықты. Сол сияқты мен айтатым, жаңа түйіндемесі, осы әке-шешелеріңізге осындай біздер атсалсақ, қоғамдықпен бірге жұмыс жасасақ, біз саясаттан қорықпау керекпіз. Саясатпен бірге жұмыс жасасақ, ол біздің өзіміздің өңіріміз ғой. Қалай қарасақ, мына егерде жер үйде тұратын адам, 10 сотық жері бар, мысалы айтамын, сол жер үйде тұратын адам өзінің жерін, бағбанын, айналасын көршілерімен, көлемдерімен бірге атсалысып жұмыс жасаса, жақсы ұстаса, міне сол сияқты ол кішкене қала, өңір, ауылдан бастасын. Сол әрбір ауылдан, әрбір қаладан, әрбір азамат осының менің елім, менің жерім, біздің отбасы, біздің қоғам, біздің қала, біздің мемлекет отанымыз деп жүрсе, әрбір азамат онда біздің қаламыз, еліміз көркейеді деп ойлаймын. Көп рахмет, енді жаңа айтып отырсыз ғой, ұлт тәрбиелеуде де қолғабыс қылып көмек жасап жатырмын. Үлкен іс. Сондықтан да алдағы жоспарларыңызға тек сәттілік тілеймін. Отбасы ошаққасы аман, берекелі болыңыз. Сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, қазақы контентті қолдап, лайк батырмасын басып пікір жазып отырыңыздар. Біздер енді шамамыз шарқымыз келгенше жаңағы бала тәрбиесі, мамандық таңдау сияқты қоғамдағы бір өзекті деген мәселелерді талқылауға жанымызды салып жатырмыз. Әлі де бұл жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше.